Қазақтың лайланбаған тұнығындай ой мен жыр жауһарының ғұламасы, әлем ұлықтаған Абай Құнанбаевтың оның жүрек тұнығындағы сезімін түйсініп, сонымен қатар оны жас ұрпаққа түсіндіріп жеткізу біз қарияларға міндетті деп білемін. Біз Түрік этномәдени орталығы Абайдың өмір баянын, бір қанша кітаптарын жинап, одан түрк тіліне аударып, оны Түркияда басмадан шығарып, әкеліп, бірінші изданиясыны 2000 кітап жас ұрпаққа тараттық. Енді қазір өзімізде қалмады, міне қазір сіздерге көрсетуге. Қазір екінші изданиясыны шығаруға дайынданып тұрмыз. Құдай қаласа, оны да жеткізіп, жас ұрпағымызға жеткізіп таратамыз.